Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Видеоларға ұнаса лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен корындық дайындаймыз. Ол үшін қажетті заттарды описаниеға жазып қалдыратын боламын. Ең алдымен жұмыртқамыздың ағына тұзымызды қосып, разрыхителімізді қосып, кішкене араластырып аламыз. Сүтімізді құямыз, жақсылап араластырамыз. Және де ұнымызды аздан салып отырып араластырып аламыз. Және де крахмал қосатын боламыз. Менде кукурузный крахмал. Ұнымыз бен крахмалымызды араластырып алып салсаңыздар да болады. Бізде осындай қою қаймақ сияқты консистенция шығу керек. Енді кезекте сосискамызды ортасынан бөліп аламыз. Арнайы шпажкамен тығып дайындап қоямыз. Енді мен сіздермен екі түрлісін жасадым. Біреуі просто жаңағы тестамызға малып алып пісірдім, ал екіншісін тестаға малғаннан кейін осыны панировочный сухариға аунатып аламыз. Аунатпай-ақ жаңағыдай пісірсеңіздер де болады. Негізі батырғаннан кейін сразу қызып тұрған майға салып қуырбаңыздар, тарелкаға қойып қоймай. Мен видеоға түсіру мақсатында қойдым. Міне қызып тұрған орташа отта, қатты қызып тұрған емес, орташа отта пісіріп аласыздар, а то шек болып қалуы мүмкін. Мінекей қыздар, осылай аунатпай-ақ және де аунатып та корындоктарымызды пісіріп алсақ болады. Өте дәмді, әрі таңғы асқа керемет, балалар сүйсініп жейді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Оспан, Диана. Ұнаса лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.